Сәлеметсіздер ме? Келесі тақырыбымыз тотығу тотықсыздану реакциялары. Атомдардың немесе иондардың тотығу дәрежелері өзгеру арқылы жүретін реакцияларды тотығу тотықсыздану реакциялары деп атаймыз. Қысқаша ТТР деп белгілейміз. Мысалы, мыс қосылған С, купрум қосылған күкірт тең болады купрум С. Мұнда жеке-жеке металл күйінде болған кезде, элемент күйінде бұлардың тотығу дәрежелері нөлге тең болады. Бір-бірімен қосылғанда мыстың тотығу дәрежесі +2, күкірттікі -2. Яғни мысымыз купрум 0-ден +2-ге қарай өзгеріп тұр, яғни 2 электрон беріп тотығу үрдісі жүріп тұр. Ал күкірт атомында 0-ден -2-ге барып тұр, яғни +2 электрон тотықсыздану үрдісі жүріп тұр. Яғни мұнда мыс тотықсыздандырғыш, ал күкірт тотықтырғыш болып табылады. Бөлшектер, атомдар және жай заттар, бұлардың тотығу дәрежелері нөлге тең болады. Мысалы, натрий, су, оттегі, азот жеке күйінде. Сілтілік металдардың тотығу дәрежелері +1-ге тең болады. Оларға литий, натрий, калийларды жатқызуға болады. Сілтілік жер металдардың тотығу дәрежелері +2-ге тең. Оларға магний, кальций, барий жатады. Үшінші топтың элементтері +3 тотығу дәрежені көрсетеді. Оларға бор, алюминий жатады. Галоген иондардың тотығу дәрежелері -1-ге тең. Оларға фтор, хлор, бром, йод жатады. Оттектің тотығу дәрежесі -2, -1, +1, +2 болуы мүмкін. Мысалы, калий 2O, да -2 тотығу дәрежесі. Кальций О, тоже -2 тотығу дәрежесі. Сол сияқты. Сутек. Оның тотығу дәрежесі +1 немесе -1. Мысалы, H2O-да +1, оттектікі -2, натрий H-да -1, натрийдікі +1. Көпшілік заттарда оттектің тотығу дәрежесі -2-ні көрсетеді. Жеке оттекті заттарда, мысалы, пероксид типтес қосылыстарда оттектің тотығу дәрежесі -1-ге тең. Мысалы, H2O2 үшін оттектің тотығу дәрежесі -1. Ал фтороксидтерде +1-ге тең. O2, фтор 2. Бейметалмен қосылыстарында сутектің тотығу дәрежесі +1, ал металдармен қосылыстарында -1-ді көрсетеді. Яғни бейметал натрий H, натрий бейметал, мұнда -1-ді көрсетеді сутектің тотығу дәрежесі, ал кальций H2-де -1-ді көрсетеді. Негізгі тотықтырғыштарға бейметалдар, галогендер жатады. Торик, хлорик, бромик, йодик, оттек, озон, күкірт. Құрылысында жоғарғы тотығу дәрежесі элементтері бар заттар, металдар немесе бейметалдар. Мысалы, калий марганец O4-те марганец металдың тотығу дәрежесі +7. Жоғарғы тотығу дәрежені көрсетеді. Калий 2, хром 2, O7-де хромның тотығу дәрежесі +6. Азот қышқылында азоттың тотығу дәрежесі +5, күкірттікі +6, плюмомдікі +4 секілді. Металдардың катиондары аурум 3+, феррум 3+, жоғарғы тотығу дәрежелер. Бұлар негізгі тотықтырғыштарға жатады. Негізгі тотықсыздандырғыштарға жай металдар жатады. Олар калий, натрий, кальций, алюминий, цинк, феррум. Құрылысында төменгі тотығу дәрежесі көрсететін элементтер бар заттар жатады. Оларға H хлор, хлорда бізде -1 төменгі тотығу дәрежені көрсетеді. H бром, H йод, H2S және олардың тұздары. Өнеркәсібіндегі сутек H2, көмір оксиді және тағы басқалары. Тотықтырғыштар мен тотықсыздандырғыштар, яғни құрылысында орта тотығу дәрежелерін көрсететін элементтер бар заттар.
жатады, яғни тотықтырғышта, тотықсыздандырғышта қасиеттері бар оларға. HNO2 жатады. Оттегіні -2 десек, тотығу дәрежесі 2 көбейту 2, 4, 4-тен плюс 1 алсақ 3, демек азоттың тотығу дәрежесі +3. Орта тотығу дәрежені көрсетіп тұр. Сол секілді H2SO3, марганец O2, цинк хлор 2 осы кездегі металдардың орта тотығу дәрежесінің көрсетулері. Жоғарғы тотығу дәрежесіне 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші топтың элементтерінде +4, +5, +6, +7 көрсететін металдар жатады. Олар тотықтырғыштар. Орта тотығу дәрежесіне осы 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші топтардың +2, +3, +4, 6-ші топтар +2, +3-те тотығу дәрежесі көрсету мүмкіндіктері бар. 7-ші топтың +1, +2, +3, +4, +5 тотығу дәрежелерін көрсету мүмкіндіктері бар. Яғни бұлар тотықтырғышта және тотықсыздандырғышта қасиет көрсетеді. Және төменгі тотығу дәрежелерге -4, -3, -2, 0, -1, 0. Яғни осындай төменгі тотығу дәрежелерін көрсететін заттар бұлар тотықсыздандырғыштар болып табылады. Үрдіс нәтижесінде тотықсыздандырғыш тотығады, ал тотықтырғыш тотықсызданады. Тотығу-тотықсыздану реакциялары бойынша әрекеттескен заттардың коэффициенттерін табу үшін екі әдіс қолданылады: электрондық баланс әдісі және иондық электрондық әдіс. Электрондық баланс әдісі. Бұл әдіс бойынша процесс кезіндегі тотығу дәрежесі өзгертетін элементтерін белгілеп және жеке жазып электрон сандарын есептеу қажет. Мысалы, қышқыл ортадағы процесс үшін калий перманганатына H2SO4 қышқыл ортада натрий сульфиді қосылған. Түзіледі марганец С4, натрий С4, калий С4, су. Яғни тотығу және тотықсыздану процестерін жеке жазамыз да электрон сандарын теңестіреміз. Яғни бізде марганец +7-ден +2-ге дейін тотықсызданып, марганец +7 тотықтырғыш қызметін атқарып тұр. Яғни 5 электрон. Бұл тотықсыздану процесс. Ал мына жерде күкірт +4-тен +6-ға өзгеріп тұр. Яғни -2 электрон тотығу үрдісі жүріп тұр. Сондықтан да калий перманганат тотықтырғыш, натрий сульфиді тотықсыздандырғыш. Заттардың коэффициенттерін қойып теңдеудің соңғы түрін жазамыз. Сонда мына жердегі сәйкес 5-ті мына жерге S-тің алдына келтіріп, 2-ні марганецтің алдына келтіріп, коэффициенттерді қойып шығамыз, сонда теңдеуіміз теңеседі. Екі жағындағы әрбір элементтің атом сандарының теңдігі коэффициенттердің дұрыс қойылғандығын дәлелдейді. Екінші мысал, бейтарап орта үшін, яғни калий перманганатына суды қосып, яғни бейтарап ортада және натрий сульфидін қосқан кезде бізде марганеціміз +4-ге дейін тотықсызданады, тотықсыздану процесі жүреді. Ал күкірт +4-тен +6-ға дейін тотығу үрдісі жүреді. Яғни мына жерде +3 электрон күкірттің алдына барады, 2 электрон марганецтің алдына барады. Сонда теңдігіміз осылайша теңеседі. Келесі үшінші мысал, сілтілік орта үшін, процесс үшін. Сілтілік ортада калий гидроксиді қосылған. Бұл кезде марганеціміз +7-ден +6-ға дейін барып тұр, яғни 1 электрон тотықсыздану үрдісі жүріп тұр. Ал күкіртіміз +4-тен +6-ға дейін -2 электрон тотығу үрдісі жүріп тұр. Осылайша теңестіре аламыз электрондық әдіс, баланс әдісі арқылы. Келесі иондық электрондық әдіс. Бұл әдіс бойынша иондық формулаларын қолданамыз. Процесс кезіндегі тотығу дәрежесі өзгертетін элементтердің жай иондардың тотығу дәрежесі және зарядтары тең болады. Ал күрделі қышқыл қалдығы болса, мысалы
NO3 минус, SO3 2 минус деген сияқты марганец 14 оларды ион түрінде қолданады. Мысалы, қышқыл, бейтарап және сілтілік орталарда жүретін перманганат ион арқылы тотығуының иондық теңдеуін құруды қарастыратын болсақ, алдымен перманганат ион тотықсыздану реакциясы теңдеуінің схемасын жазамыз. Яғни қышқыл ортада марганец 14 марганец 2 плюске барады. Бейтарап ортада марганец 12-ге барады. Және сілтілік ортада марганец 14 2 минуске барады. Сонда енді тотықсыздану процесіндегі электрондардың сандарын теңестіріп теңдеуінің схемасын жазамыз. Яғни қышқыл ортада марганец 14 минус, яғни ионын алдық, марганец 2 плюске барады. Сәйкесінше, мына жақта оттегі жетіспейді. Су молекуласын қосамыз, мына жаққа сутек қосамыз. Теңестіру арқылы, мына жерде минус 1, минус 1-ге қосады плюс 8 жеті. Мына жерде су молекула күйінде заряд 0-ді береді, 7-ден 2 алынады плюс 5 электрон. Келесі, бейтарап ортада су қосылған кезде марганец 12-ге барады. Мына жақта OH ионы жазылады, жетіспей тұрған. Сәйкесінше, мына жерде су 0 зарядты береді, мына жерде минус 1, мына жақта екеуі де 0, мына жерде 4 минус 1-ден 4 минусты алғанда плюс 3 электронда береді. Сілтілік ортада марганец 14 минустен марганец 14 2 минуске барады. Сәйкесінше 1 электрон. Қышқылдық ортада натрий бисульфид калий перманганатпен әрекеттесу процесі. Мысалы, реакцияның схемасын жазамыз. Калий перманганатын қышқылды қосамыз, натрий сульфидін қосамыз. Иондық реакцияның теңдеуін жазамыз. Жазған кезде калий плюс, марганец 14 минус, қосылған 2H плюс, SO4 2 минус, плюс натрий 2 натрий плюс, плюс SO3 2 минус. Теңдіктің мына жағын дәл солай. Марганец 2 плюс, SO4 2 минус, 2 натрий плюс, 2 калий плюс, SO4 2 минус екеуінде де, және су молекуласы. Яғни, қысқаша иондық реакцияның теңдеуін жазатын болсақ, осыдан шығады марганец 14 минус, қосылған 8H плюс, қосылған SO3 2 минус, марганец 2 плюс, SO4 2 минус, қосылған су. Яғни, дәл жаңағыны жазып шықсақ, осы қысқаша түрін алып, мына жақтағы сутегі мен мына жақтағы сутегіні қысқартқан кезде 6 қалады. Сәйкесінше бұл 6 сутек мына жерге жазылады. Және 5 су молекула су теңдіктің бір жағында қысқарып кетеді. Мына жақта 3 қалады, мына жерге 3 молекула су болып жазылады. Яғни реакцияның теңдеуін толығымен жазған кезде коэффициенттерін орнына қойып, толығымен теңестірілген реакцияны ала аламыз. Бейтарап ортада натрий бисульфид калий перманганатпен әрекеттесу процесін қарастырсақ, реакция схемасын жазамыз. Иондық реакцияның теңдеуін жазып аламыз. Дәл жаңағындай. Және қысқаша түрінде жазатын болсақ, марганец 14 минус марганец 12-ге барғанын келтіреміз. Басындағы көрсеткендей, осыдан 4 молекула су, 3 молекула су қысқарып, мына жерде 1 молекула су қалады. Және 6 молекула ион гидроксид ионы қысқарып, мына жақта 2 гидроксид ионы қалады. Сәйкесінше коэффициенттерін орнына қойып, теңдікті толығымен жазып, теңескенін көре аламыз. Сілтілік ортада да натрий бисульфидпен калий перманганат әрекеттесу процесін қарастыратын болсақ, иондық электрондық баланс арқылы, яғни қысқаша жазып аламыз. Марганец 14 минус, ол марганец 14 2 минуске барады. Сілтілік ортада сәйкесінше
бұл жерде қысқартулар жоқ, орнына қойып, коэффициенттерін алдарына қойып, реакцияның теңескенін көре аламыз. Тотығу тотықсыздану реакцияларының жіктелуі, олар молекула аралық, молекула ішілік және диспропорциялық болып бөлінеді. Молекула аралық тотығу тотықсыздану реакциялары әртүрлі қосылыстардың арасында жүреді. Яғни плюс күкіртіміз плюс 6-дан плюс 4-ке дейін өзгеріп тұр, және фосфорымыз 0-ден плюс 5-ке дейін өзгеріп тұр. Яғни бұл молекула аралық тотығу тотықсыздану реакцияларының жүруі. Молекула ішілік тотығу тотықсыздану реакцияларын мысал келтіретін болсақ, бір молекуланың ішінде, яғни бір азот атомы -3-тен 0-ге дейін өзгеріп тұр, және хром плюс 6-дан плюс 3-ке дейін өзгеріп тұр. Яғни бір молекула ішінде екі түрлі зат, екі түрлі өзгеріс көрсетіп тұр. Ал диспропорциялық тотығу тотықсыздану реакцияларына мысал келтірсек, бір атом, бір элемент, бір молекула тотығып та, тотықсызданып та тұр. Яғни екі түрлі қасиет көрсетіп тұр. 0-ден -1-ге барып тұр хлорымыз, және хлор 0-ден плюс 1-ге барып тұр. Осындай қасиеттерді көрсететін тотығу тотықсыздану реакцияларының түрлері. Назарларыңызға рахмет.